Айдарбек мырза, сіз жаңа баяндамаңызда ауыл шаруашылығын қолдауға бөлінген 700 миллиард теңгенің 502 миллиард теңгесі игерілген айтылды. Осы ақша аз ақша емес, әрине жарты триллион теңге. Осы қаржының тиімділігіне қаншалықты мониторинг жүргізіп отырсыздар? Біріншіден, шында да 1 триллионға жуық қаржыландыру бөлінді. Оның 700 миллиарды жаңа егістік егу, жинау осы мәселесіне бөлінген. 750 миллиард. 250 миллиард лизингқа бөлінген. Жалпы бұның эффектісін біз көріп отырмыз. 502 миллиарды көктемгі егіс науқанына бөлінетін болды. Ол жаңармай, тұқымға, шаруашылықтардың басқа да жұмыстарына бөлінген болатын. Жалпы бұны айта кету керек, бұл субсидия емес, дұрыс түсіну керек. Бұл кредит жеңілдетілген 5%-лық таза субсидиясыз. Бұл 15 айдан кейін қайтарылатын қайта шаруашылықтар мен үкіметке. Сондықтан бұның тиімділігі өте зор. 2 жылдай біз бұның пайдасын көріп отырмыз. Өйткені бұрын қолжетімді болмады шаруашылықтарға удобрение алуға. Олар қарызға күзгіге алатын 2 есе қымбат, гербицид 2 есе қымбат, тұқым 2 есе қымбат алатын. Қазір бұдан кеттік. Тура ақша төлегеннен кейін 30% скидкамен кейін бұл шаруашылықтар осыны алып пайдасын көріп отыр бүгін.